Бүгін әдеби оқудан өтіп тұрған темамыз айым күнім апа кем. Сіздерге сұрау берейін. Апа бұл кім? Апа деген бізді жарық дүниеге алып келеді. Ертеден кешке іштеп, бұл мектепте оқытқан инсан. Апа деген ең мейірімді инсан. Жақсы. Азаматсыңыз, мен сіздерге апа жөнінде ыр оқып берейін. О апакем, айчырам, қарайым, аппақ сүті таза сеніммен. Төріміздің көркі болып жүріп, эч ұрбай жүрсем болды тілегім. Мен сіздерге үй тапсырма берейін. Сіздер чоңғонды апаңарға эмне белек бересіңер. Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңар. Қандай сапа? Жақшымын қаралдым, өзіңше? Мен қанша көрістің? Ола, жаңа еле келдім. Белек. Балам, ел içe ғой. Шерін екен. Балам, мектепке қандай барып келдің? Достарың жақсы бе? Апа, мен сізді аябай жақсы көрем. Менен ақылдым десе, күчтім. Мен батырым, датқам менен. Апа, мен чоңғалғанда сізге шакек алып берсем, сүйінерсіз бе? Бақ, ақылдым десе. Мен саға өр оқып берейін бе? Олам. Эл четинде жүрсөм да эсен болсун бир жаным. Эрдүктү көрсөт каралдым, эл үчүн сен жаралдың. Менин азаматым чоңойгондо элине, мекенине ак кызмат өтөсө, мен аябай кубанычта боломун. Мен сага азыр даамдуу тамак жасап берем, а сен сабактарыңды окуй бер. Макулбу? О, идея! Ура! Бүтүрдүм! Кана балдар, үй тапшырмага даярсыз ба? Ким жооп берет? Арсен. Мен апама үй машина алып берем. Мадина. Мен апама чоңойгондо жаңысын ким алып берем. Жакшы. Бекситтан. Доско чыгып кайтсам болобу? Албетте болот. Мен чоңойгондо мындай чоң кафе салам. Кафенин атын апам деп коем. Сүйүктүү апаларды чакырып бекер тамак берем. Бекситтан, сеники аябай кызыктуу экен. Отур, сага 5. Додар, Бекситтанга кол чаап коелу.